Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен спорт жаңалықтары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Садриддин Ахмедов 16 нокауты бар мексикалықпен айқасады. Бірінші орта салмақта жұдырықтасатын қазақстандық кәсіпқой боксшы Садриддин Ахмедовтың қарсыласы белгілі болды деп хабарлайды. Boxrec.com ақпараты бойынша отандасымыз 19 сәуір күні мексикалық Элиас Эспадеспен жұдырықтасады. Промоутер Том Лефлер ұйымдастыратын бокс кеші Камертест, ақш Калифорния штатты өтеді. Жекпе-жек 10 раундқа жоспарланған. Садриддин бұған дейін жекпе-жегін 13 желтоқсан күні Калифорнияда өткізіп, америкалық Рафлер Икбовикні 7 раундты нокаутпен жеңіп шыққан болатын. Элиас Эспадесті желтоқсанда жекпе-жекке шыққан Рамос Барахес есімді боксшы 2 раундты нокаутпен жеңген. Сарапшылардың Жалолов туралы айтқандары бір жерден шығып отыр. Шетелдік бокс жанкүйерлері мен сарапшылары ауыр салмақтағы өзбекстандық Баходыр Жалоловтың болашағы зор болады деген болжам жасап отыр. Парижде екінші рет Олимпиада чемпионы атағынан кейін өзбекстандық боксшы әуесқой боксты тастап, толықтай кәсіпқой боксқа өтті. X желісі қолданушылардан бірі Жалоловтың үлкен өзбек деп атап, оны супер ауыр дивизионның үміті деп отыр. Александр Усик кете салысымен 24 ай ішінде Баходыр Жалоловтың патшалығы басталады деп жазыпты ол. Боксинг үкімет таныстырылған Grow Touch радиосының бұрынғы шолусы Баходыр кәсіпқойда үлкен жетістікке жетеді деген ойда. Жалоловтың рекорды 14-0. Деонте Уэлдермен салыстырғанда меніңше бұл жағынан Жалоловтың салмақтылау. Баходырдың Мозес Иттамауға қарсы айқасы супер ауыр салмақтағы ең мықты жекпе-жек болуы ықтимал. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.